Біздің бүгінгі видеомыз компрессор жайлы болады. Мына компрессор жүздік баллоны бір цилиндр жасамай қалды. Біз оның себебін анықтап көреміз деп шештік. Бірінші цилиндрді ашып көрдік. Не себепті? Бірінші ауа жинамай қалды. Жай жинайды, бір цилиндрмен жинап тұр. Бір орында ауасын ұстамайды. Сосын ашып қарадық. Цилиндрін ашып көрдік, жасамай тұр екен. Ол жасамай тұрғанын мынадан қол тигізгенде ауа сормай қалды. Және ауа бермей қалды. Ашып көріп едік. Ашып көрдік. Мынау клапан дейді. Мынау клапан екен, осы клапан күйіп кетті. Бұрынғысы. Бұрында да осындай болған, клапан күйді жөйлі мінекей. Сөйтіп мен кәдімгі бұны запчасы болмағандықтан қолдан қиып жасадым. Сондай материалдан. Мынау менің жасағаным. Оны мен де 3-4 ай жасады да, тағы да өйстіп бұлай жанып кетті, клапаны күйіп кетті. Біз енді тағы да осындай қылып, осындай материалдан қолдан қиып салатын боламыз. Содан кейін жасайды. Бәрін дайындап болғасын, қайтадан видеоға түсіретін боламын. Мынаны осындай қылып қиып алдым, өлшеп, сөйтіп салдым. Жинадым. Енді көреміз. Ауа жинады. Болды, жасады. Осылай жасап алуларыңа болады. Шығын жоқ, ештеме жоқ. Өзің жасап, каналдардан қиып алып жасайсың. 3-4 айға кетеді. Ең азы. Кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.